Майнкрафт әлеміндегі қауіпті құрғақшылық. Майнкрафт әлемі әдетте мол өнімді дала, жасыл ормандар және толып жатқан өзендерден тұратын. Бірақ соңғы жылдары бұл әлемде қауіпті құрғақшылық белең алды. Жаңбыр тамшысы жерге тамбай, егін далалары қурап, өзендер мен көлдер құрғап кетті. Ауыл тұрғындары үмітсіздікке түсті. Олар қорқынышты апаттың себебін іздеп, өз ауылдарының құтқарушысын күтті. Ауылдың үстіндегі аспан бұлтсыз болып, күн сайын күннің ыстығы күшейе берді. Тұрғындардың бар үміті жаңбыр жебеушісінде болды. Ол тек ауа райын ғана емес, бұлттарды басқаруға да қабілетті еді. Оның атағы алыстан естіліп, ауылдар арасындағы аңызға айналды. Бірақ ол қайда кетті? Не үшін қазір келмей жатыр? Тұрғындардың ойлары сұрақтарға толы еді. Жаңбыр жебеушісінің оянуы. Бір күні ауыл ақсақалдары жиналып, жаңбыр жебеушісін іздеуге бел буды. Олар оның Майнкрафт әлемінің биік тауларында тұратындығын естіген еді. Ақсақалдар батыл жас жігіттерді таңдап, оларды жаңбыр жебеушісінің үңгіріне жіберді. Олар ұзақ сапар шегіп, шытырман оқиғаларға толы жолдан өтіп, ақыры таудың басында орналасқан үлкен үңгірді тапты. Жаңбыр жебеушісі үңгірдің тереңінде демалып жатқан еді. Оны ояту үшін жігіттер оның есімін айтып, әртүрлі ритуалдарды орындады. Ақыры жаңбыр жебеушісі оянып, оларды тыңдады. Жігіттер ауылдың жағдайын айтып көмек сұрады. Жаңбыр жебеушісі олардың айтқандарын тыңдап, өзінің міндетін орындау үшін ауылға оралды. Бұлттарды шақыру және алғашқы қиындықтар. Жаңбыр жебеушісі ауылға жеткенде, құрғақшылықтың қаншалықты ауыр екендігін көрді. Ол бірден бұлттарды шақырып, жаңбыр жаудыруға тырысты. Бірақ бұл жолы оңай болмады. Бұлттар оған бағынбай, жан-жаққа шашылып кетті. Құрғақшылықты тудырған күшті жамандық бар екендігін жаңбыр жебеушісі бірден сезді. Жамандықтың күші бұлттарды басқаруды қиындатып, жаңбырды жаудыру мүмкін болмай қалды. Ауыл тұрғындары үмітсіздікке түсті, бірақ жаңбыр жебеушісі берілмеді. Ол өзінің қабілеттерін күшейтіп, бұлттарды жинаудың жаңа тәсілдерін іздеді. Жамандық күштерімен күрес. Жаңбыр жебеушісі бұлттарды шақырып, ауылды құтқару үшін өзінің барлық күшін қолдануға бел буды. Ол тау шыңына шығып, жамандық күштерімен күресуге дайындалды. Бұл күрес оңай болмады. Жамандық күштері табиғатты бақылап, оның өз күштерін қайта жандандыруына кедергі жасады. Жаңбыр жебеушісі аспандағы бұлттарды жинап, найзағай мен желді басқаруға тырысты. Ол осы табиғат құбылыстарын қолдана отырып, жамандық күштерін жеңу үшін стратегиялық жоспар құрды. Оның күресі ұзақ және ауыр болды, бірақ ол берілмеді. Құрғақшылықтың жойылуы және жаңбырдың жаууы ақырында жаңбыр жебеушісі жамандық күштерін жеңіп, бұлттарды басқаруды қайта қолға алды. Ол аспанды қара бұлттармен толтырып, ауылдың үстінен жаңбыр жаудырды. Жер қатты жаңбырдан кейін қайта жанданды, егін далалары жасылданды, өзендер қайта ағып, ауыл тұрғындары қуанышқа бөленді. Ауылдың орталық алаңында үлкен мереке ұйымдастырылды. Тұрғындар жаңбыр жебеушісіне алғыс айтып, оның батылдығын мадақтады. Олар осы мерекеде бір-бірімен ән айтып, би биледі. Жаңбыр жебеушісі өз міндетін орындағанын сезініп, тыныштықта демалуға оралды. Жаңбыр жебеушісінің тағылымы, жаңбыр жебеушісі ауылға ғана емес, бүкіл Майнкрафт әлеміне бейбітшілік пен молшылық әкелді. Оның күресі мен батылдығы ешқашан ұмытылмады. Ауыл тұрғындары оны өзінің қорғаушысы және құтқарушысы деп санап, әрдайым ризашылықпен еске алып отырды. Жаңбыр жебеушісі өзінің міндетін адал атқарып, Майнкрафт әлемін табиғи апаттардан қорғап, бейбітшілікті сақтауға үлес қосты.